Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен Наурыз мерекесіне арналған дастарханға сән беретін дәруменге бай салаттың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бізге қажетті 5 дана жұмыртқа, грек жаңқағы, сары мезіміз, қара мезіміз, банкідегі ананасымыз қажет. Және де 3 ас қасық майонез. Барлығын майдалап турап, ыдысымызға салып, ананасымызды турап, ыдысымызға салып, 3 ас қасық майонезбен араластырамыз. Мейіздеріңізді алдын ала жуып, кептіріп алыңыздар. Енді тарелкамызға салып, жиегін қалған ананасымызбен әсемдеп, дастарханға ұсынамыз. Мені көргендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Мені арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.